Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен бауыр қуыратын боламыз. Бауырды қалай жұмсақ қылып қуыру керегін көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте оңай, жылдам дайын болатын тағам. Алдымен бауырымызды, пиязымызды майдалап турап аламыз. Татымына қарай бұрыш және де тұз қосамыз. Алдымен бауырымызды майдалап турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген формада турауға болады. Бауырымызды майдалап турап алдық. Енді пияздарымызды турап аламыз. Бауырға пиязды көбірек қоссаңыздар, бауыр өте жұмсақ болып піседі. Сол үшін пиязын көбірек қылып қолданыңыздар. Енді пиязымызды майдалап турап аламыз. Тұрған табамызға алдымен пиязымызды салып аламыз. Пиязды жақсылап қуырамыз. Пиязымызды 5-6 минуттай қуырып алдық. Енді үстіне бауырымызды саламыз. Оттың асты қатты болмау керек, орташа қойыңыздар. Себебі отымыз қатты болса, бауырымыз қатты болып қалады. Қарай тұз саламыз. Кішкене қара бұрыш саламыз. Бір 5-10 минуттай қуырып аламыз бауырымызды. Бауырымызды 10-15 минут қуырып алдық. Енді баяу отта 20-25 минутта пісіріп аламыз, бетін жауып. Ал мінекей бауырымыз дайын болып шықты. Керемет сочный болып шыққан. Ешқандай су құйған жоқпын, өзінің суы шығып, жұмсақ болып пісіп шыққан. Сіздер де дәл осы әдіспен жасап, көп уақытыңызды алмайды, тойымды, өте дәмді тағам. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз, себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.